Алименттің алаңы. Алимент дауының артында не жатыр? Елімізде алимент өндіріп алу күрделеніп барады. Берешек көлемі өсіп, алименттің қалай жұмсалатыны да қоғам талқысының жаңа өзегіне айналып отыр. Бүгін мәселенің байыбына үңілеміз. Әділет министрлігінің деректеріне сәйкес өткен жылы жеке сот орындаушыларының өндірісінде алименттік міндеттемелерге қатысты 317 мың іс болған, ал берешек көлемі 18,5 миллиард теңгеге жеткен. Бас прокуратура алимент төлемеген үшін іздеуде жүрген 818 адамның барын хабарлады. Олардың 743-і ер азаматтар. Жәбірленушілердің басым бөлігі 21-49 жас аралығындағы әйелдер. Заң талаптарына тоқталсақ, алимент 18 жасқа дейін міндетті түрде төленеді. Егер бала күндізгі бөлімде білім алса, төлем 23 жасқа дейін ұзартылуы ықтимал. Сарапшылардың айтуынша, бір балаға табыстың 4-тен бірі, 2 балаға 3-тен бірі, 3 және одан көп балаға жартысы қарастырылады. Төлем мөлшері салық ұсталғаннан кейінгі табыстан есептеледі. 2025 жылы орташа жалақы 423.133 теңге болса, бір балаға шамамен 105 мың теңгенің айналасында тиесілі. Бірақ табыс тұрақсыз болған жағдайда сот нақты ақшалай соманы бекітеді. Оның ең төменгі шегі күнкөріс деңгейінің 20%, яғни 9246 теңге. Бірақ мәселе басқада. Мамандардың пікірінше, саладағы ең өзекті мәселе алименттен жалтарудың түрлі айласы. Көп жағдайда алиментті аз төлеу үшін ең төменгі жалақы көрсетіледі. Мұндай жағдайда сот алименттің тұрақты мөлшерін бекіте алады. Сондай-ақ енді борышкердің әлеуметтік мәртебесі жедел анықталады. Олардың өзге де кіріс көздері, электронды амиандар, букмекерлік кеңселер, такси қызметтері арқылы тапқан табыстары да бақылауға алынбақ. Өйткені былтыр берешегі бар 1800-ге жуық адам 5 миллиард теңгеден астам қаржысын құмар ойынға жұмсаған. Депутаттар мұны жеке сот орындаушыларының салғырттығымен байланыстырады. Жеке сот орындаушылары қарызды өндіруге құлықсыз, ішінде елдің қаржысын жымқыратындары да бар. Сондай-ақ жеке сот орындаушыларының ашық тізімін жариялау ұсынылды. Сарапшылардың айтуынша, биылдан бастап табысты жасанды интеллект арқылы мониторингтеу қолға алынады. Аз қамтылған азаматтарға заң көмегі субсидияланып, жүйе ұлттық қор балаларға бағдарламасымен ықпалдастырылуы мүмкін. Ал ендігі кезекте халықаралық тәжірибені талдасақ. Ұлыбританияда алимент мөлшері ата-ананың табысы мен бала санына байланысты. Төлем 16 жасқа дейін, ал бала оқыса 20 жасқа дейін жалғасады. Германияда есеп Дюссельдорф кестесі негізінде жүргізілетінін білдік. Сома бала жасына және ата-ананың табысына қарай белгіленеді. Қолдау бала жоғары білім алғанға дейін жалғасуы мүмкін. Францияда алиментті бала бірге тұрмайтын ата-ана төлейді, ал төлем көлемі сот шешіміне байланысты. 300 еуродан бірнеше мың еуроға дейін өзгереді. Ал Аустралияда өндіріс автоматтандырылған, алиментті мемлекеттік орган есептейді. Төлем ата-ананың жылдық табысының шамамен 25%-ын құрайды және 18 жасқа дейін төленеді. Заңгер Ләззат Рақышеваның пікірінше, Қазақстанның тәжірибесі Ресеймен ұқсас. Қазақстанның алимент өндіру жүйесі Ресейге ұқсас. Айырмашылығы, бізде бір балаға төленетін алименттің ең төменгі мөлшері бекітілген. Ол күнкөріс деңгейінің 70%. Алименттің айналасындағы шудың азаймауы қоғамға алаң салады. Жақында шамамен 200 азамат алимент алушыларға міндетті есеп беруді енгізуді ұсынды. Олардың пікірі бойынша, алимент балаға арналған қаражат болса да, оның қалай жұмсалып жатқаны бақылаусыз қалып отыр. Көп жағдайда әйелдер алиментті өз пайдасына жаратады. Түркияда демалып, 3 баланың әрқайсысына 500-600 мың теңгеден алады. Алайда бұл пікір қарсылық туғызды. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік тәжірибе ата-аналар арасындағы сенімге негізделуі тиіс. Баланың жанында жүретін ата-ананың күтімге, тәрбиеге қосқан үлесін есептесек, берілетін қаржы мардымсыз. Құқық қорғаушылар ашықтықты талап ету идеясы қисынсыз еместігін, бірақ ол төлем мөлшері жеткілікті шекте болған жағдайда ғана орынды болатынын алға тартады. Мәселен, адвокат Бақытжан Шалабаеваның айтуынша, 500-600 мың теңге, тіпті миллион теңге көлемінде алимент өндірілетін істер бар. Соларға есептілік енгізу орынды. Бұған дейін сарапшылар мемлекеттік алименттік қор құруды ұсынған болатын. Бірақ әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев бастама республикалық бюджетке салмақ түсіретінін айтып, қолдау таппағанын жеткізді. Министрдің сөзінше, мәселе тек алиментте емес, отбасы институтындағы терең әлеуметтік түйткілдерде. Қалай десек те, міндеттемені орындамау отбасы тұрақтылығын әлсіретіп, баланың психологиялық дамуына кері әсер етеді. Сондықтан алимент мәселесін шешу әлеуметтік қолдаумен ұштасқан кешенді тәсілдерді қажет етеді.